Ұрланған іш киім. Қызай ананың Күнбибі дейтін таныс сіңілісі Найман ішіндегі Қаракерейдің Байыс деген шөбересінен туған Ерсары дейтін кісімен тұрмыстаныпты. Өзі қырмұрынды, сұлу жүзді Күнбибі жөн салдау күйеуін бойына тоғытпай, менсінбей жүреді екен. Одан дер кезінде бала көтермепті. Күнбибі бір жолы арнайы Қызайға амандаса барып, осы ішкі сырын ақтарыпты. Күйеуім жайсыздау болды. Балада көтермедім. Осыны сізге айтып, күйеуімен ажырассам деймін. Бұған не дейсіз депті. Сонда Қызай ана, ойыңдағыны айтқаның жөн ғой. Сонда да бұл іске жүз ойланып, мың толғанғаның қажет. Асығыс үсігіз бір шешімге келе салу ол шайтанның ісі. Әйел затында үш үлкен сұлулық болады екен дейді. Оның біріншісі бет сұлулығы. Жаралмышта қандай болсаң, сол сенің табиғи сұлулығың. Жасанды сұлулық адам баласына жараспайды. Өзім сұлуымын деп өзгені қомсынуға, қорсынуға болмайды. Енді бірі қол сұлулығы. Әйел адам ісмер болуы, бота тірсек бос белбеу, шу аяқ болмауы керек деген. Қол аяғың жеңіл болса ісмер боласың. Отбасыңды қобыратып, қопсытпай, тап-тиянақта етіп ұстайсың. Одан ерде кетпейтін болады. Әйел адам әдепті, ибалы, кең мінезді, сабырлы, салмақты, ашық жарқын, жақынды жатсынбайтын, алысы жатырқамайтын болуы керек. Ерді жақсылап күтіп, атағын шығару әйелдің ісі. Ақылымды алсаң, ыстық ұяңды суытпа, үйіңді қопыратпа. Қалған ақылды кеште жезден келген соң, сол кісіден сұра дейді. Кешке таман Қызай ананың кейінгі күйеуі Тоқтар сырттан қайтып келгенде, бұрын бұл кісіні көрмеген Күнбибі Тоқтарды танымайды. Еңселіде айбатты мырза жездесі шығарды ғана танитын ол біразға дейін немқұрайлы қарап, бойына тоғытпай отырады. Бірақ апайының оның алдына шығып, сырт киімін шешіндіріп, қағып-сілкіп, орнына қойып, қолына су құйып, алдына дастарханын жайып, тамақтандырғанын көріп, таңырқап отырды. Сонда Қызай ана, өтпейтін өмір, тозбайтын темір жоқ. Шағыр жезден қайтыс болған. Балалардың қамы деп осы қайныммен тұрмыстанғанмын. Аты Тоқтар, жаратқанға шүкірлік. Қазір жаман емеспіз, қалғаның өзін түсіне жатарсың. Айтар сөзің, сұрайтын ақылың болса, міне жездеңнен сұрай отыр дейді. Сонда апасының айтқандарын, сөз әрекетін қайта еске түсіріп, ойға шомған Күнбике, апырымай, мен алжасқан екенмін. Апайым мынадай бір жай адаммен жарасып, жап-жақсы отырып жатқанда, менің күйеуімді қомсынып, қорсынып жүруім тып астамшылдық екен. Ердің қадір қасиетін арттыру әйелдің ісі екен ғой. Мен де апайым сияқты күйеуімді ардақтап, оған деген сенімімді, сезімімді күшейтіп, мырза атандырмасам деп ойлайды да ертесіне қайтып кетеді. Қайтарында ырымдап апайының іш киімін ұрлап алады да, белден асып кеткенше артынан бір бұрылып та қарамапты. Мұна киім білген Қызай ананың енесі, қап ат деген-ай, байқамағаным-ай, іш киімді ырымдап ұрлап кеткен болса, енді оның ұрпағы сенен көп болады депті. Күнбике еліне қайтып барғанда апайының айтқандарын бұлжытпай орындап, күйеуі Ерсарыны бірте-бірте Сары мырза атандырған екен. Арт-артынан перзент болып өсіп өніпті. Оның ұрпақтары Қызай ананың ұрпақтары сияқты ана атымен Мұрынилі атаныпты. Данышпан Қызай ата кітабынан. Авторы Сейсенхан Махамбетов.